ошоны кейде ата-анаңдын бере албай калган тәрбиесин достордон алууга болот, болбосо устаздардан алууга болот. Сондуктан да мен мисалы бүйтүп ойлойм, осы жерде мисалы әр адамдын боюнда бир нече кабилеттер бола берет. Сенен бирдеңе чыгат деп камчылаганда, онадан бирдеңе чыгат деп. Мен сол кезде сондай бола алмадым да. Бирок кийинен Шорабек Айдаров деген акын экөөбүз дос болдук, айтыска барганда таныштык дагы. Содан кейін мен оны ылғи қамшылап отырдым. Қазақта сенен күшті ақын жоқ. Сен мықтысың деп. Керемет емес, керекті өлең жазам депші. Көп ақындарды байқаймын. Не бір адам айтпаған сөздерді айтам дейді дағы, адамдарды таң қалдырам деп өлең жазған көрініп тұрады да. Абай атамыз айтады, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін дейді. Жаздым өзге жастарға бермек үшін дейді. Адамдарға пайдалы нәрсені ғана жаздым дейді да. Әйтпесем, елде жоқ сөзді айтып жұртты таңғалдыруға болады, атағыңды шығаруға болады. Бізде дарынды жастар қызығушылық клубының мүшелері бәрі сол ақын ағайымызбен кездесейікші деп өтініш қылып, осы балалардың өтінішімен сізді бүгін сәті түсті. Рахмет сізге, уақыттарыңызды бөліп келгеніңіз үшін.